Ал, құрметті туыс-тумалар, мынау мен Гүлмираның үйінде көрген приспособление. Мынау 5 литрлік баклажка. Мінекей, мен жасатып алдым. Осыған тиесіп, мынандай жаңағы полторашка литровойдың кесіп, ішіне бүйтіп екі қапталына тиесіп қоясыңыз. Бұл не затқа керек дейсіңіз ғой. Бұл оказывается мынадан бір раствор жасайсыңыз. Жаңағы су, секер, дрожь, ол брашка сияқты ғой. Соны құйып қойса, жазда бәр маса, барлық жаңа шыбын осы ішіне кіріп кетеді екен да. Мына далада тіпті отсаң да, саған шыбын да, маса да жақындамайды. Осы жақындаған масада, шыбында осының ішіне кіріп кетеді, осының ішінде сосын су өледі да, біреу батады, біреу ішінде жүреді. Бұл тек жаңа теоретически емес, оны оказывается Гүлмира неден көрген екен, интернеттен. Сосын үйіне жасақ қойған екен. Мен көрдім, бәр шыбындар, нелер, масалар осының ішіне кіріп кетіп, сосын артқа шықпайды. Так что ең алдымыз жаз, бір керек құралдар екен да. Соны кім далада отырғысы келеді. Рас ол сіздерге бір отырсаңыз, Айгүл, іліп қоясыңыз, любой жерге үстіне қойып, бір шыбында, бір масада сізге жақындамайды. Гүлмирадан көрдім, практикада көрдім да. Соны бөлісіп атқаным ғой.